Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте тез дайын болатын салат жасайтын боламыз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесі видеомда картофельді пайдың осындай шашылып тұратын, әдемі болып шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге салатқа керегі кукуруз, жарты банка тұздалған қияр, сосын жұмыртқа піскен, крабовые палочки. Ең алдымен бізге жұмыртқамызды видеода көрсетілгенде кубиктеп майдалап тураймыз. Егер сіздер салатты көбірек істегіңіз келсе, ингредиентті көбірек аласыздар. Жұмыртқамызды турап болған соң, крабовые палочкамызды тоже 4 ұшты етіп кубиктеп майдалап турап шығамыз. Келесінде осы тұздалған қиярымызды тоже майдалап кубиктеп турап шығамыз. Ендігі кезекте барлығын ыдысымызға салып, үстіне укропымызды майдалап тураймыз, кукурузымызды саламыз. Татымына қарай тұз немесе бұрыш, қара бұрыш жасаңыздар болады. Кішкене майонезді салып, үстіне теркадан өткізілген сырымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің тез дайын болатын салатымыз дайын болды. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.